Қайырлы күн достар, бұл Медикон білім арнасы сіздермен Алихан Ғаниұлы және бүгін біз биохимия курсын бастайтын боламыз. Алғашқы сабақтарымыз ферменттер тақырыбына арналады. Ферменттер дегеніміз не? Ферменттер деп біз жалпы айтқанда табиғи биокатализаторлар айтамыз. Сіздерге химия курсынан катализатор ұғымы таныс. Яғни катализатор деп біз қандай да бір химиялық реакцияны жылдамдататын заттар, яғни реакцияға қатыспайды, бірақ сол реакцияның жүруін жылдамдататын заттарды біз катализатор деп атайтын едік. Сол катализатордың тірі ағзадағы рөлін бізде ферменттер атқарады. Яғни ағзамызда бізде көптеген реакциялар жүреді, сол реакциялардың тезірек жүруін және бір бағытта жүруін осы бізде ферменттер қамтамасыз етеді. Қарапайым химиялық катализаторға қарағанда бізде ферменттер күрделі құрылымдар болып келеді. Олардың негізін бізде нәруызды құрылымдар құрайды. Әдебиеттерде фермент ұғымымен қатар сіздер энзим деген терминді кездестіресіздер. Бұл да ферментті білдіретін термин. Фермент бізде латын тілінен енген термин болса, энзим бұл грек тілінен енген термин болып табылады. Екеуі де бір ұғымды береді. Жиі әдебиеттерден фермент деген атауда кездестіресіздер, бірақ ферменттерді зерттейтін ғылым саласын бізде энзимология деп атайды. Бізде мынандай ұғым бар. Тіршіліктің негізі химиялық процестер дейді. Яғни тірі ағзадағы барлық тіршілік әрекеттері бұл химиялық процестерге жатады. Яғни химиялық процестерсіз тіршілік жоқ деген сөз. Ал соның ішінде ағзада барлық процестер бізде ферменттердің қатысуымен жүреді. Яғни ағзада ферментсіз жүретін реакция жоқ. Сонда фермент дегеніміз бұл тіршіліктің негізгі құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Сол себепті де біз ферменттер тақырыбына аса көп көңіл бөлуіміз керек. Сонымен ферменттер деп нәруыз құрылымды табиғи биокатализаторларды айтатынымызды білдік. Енді сол ферменттерге тән жалпы қасиеттерді сипаттап өтсек. Алдарыңызда ферменттерге тән жалпы 10 қасиет берілген. Алдымен осыны тізіп жазып алайық. Бір дәптер алып жазып алыңыздар өздеріңізге. Одан кейін әрбір қасиетіне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Ферменттердің жалпы қасиеттері бұлар: біріншісі, активтену энергиясын төмендетеді. Екіншісі, энергетикалық мүмкіндігі бар реакцияларды ғана жүргізеді. Үшінші, реакцияларды тек бір бағытта жүргізеді. Төртінші, реакциялар кезінде жұмсалмайды, реакция құрамына кірмейді. Бесінші, белокқа тән 10 қасиет бұларға да тән, себебі бұлардың жаңа жоғарыда айтып өттік, табиғи құрылымы бұл белок текті заттар болып табылады. Алтыншы, құрылымы күрделі заттар. Жетінші, оларға арнайы реакциялық арнайылық тән, яғни белгілі бір реакцияларды ғана жүргізеді. Сегізінші, өте жоғары биологиялық белсенділік тән. Тоғызыншы, әсер ету үшін қолайлы орта қажет, және 10-шысы белсенділігі реттелетін катализаторлар. Байқап қарасаңыздар, жоғарғы төртеуі бір топ және астыңғы алтауы бір топ болып жазылған. Егер сіздерден сабақ кезінде осында бір сұрақ туындауы мүмкін: ферменттер мен биоорганикалық катализаторлардың ұқсастығы және айырмашылығы деген. Себебі жаңа айтып өттік жоғарыда. Катализаторлар бұлар да реакцияны тездетеді, бірақ олар химиялық реакциялар кезінде. Ал ферменттер солардың ағзадағы, яғни тірі организмдегі аналогы, яғни соған ұқсас құрылымдар. Сол себепті сіздерде сабақта сұрақ туындауы мүмкін: ферменттер мен табиғи биоорганикалық катализаторлардың ұқсастығы және айырмашылығы. Жоғарыда келтірілген төртеуі ол ферменттер мен катализаторлар екеуіне де тән қасиет. Яғни бұл төрт қасиет екеуіне де тән, сол себепті бұл ұқсастығы болып табылады. Ал астындағы алтауы бұлар тек ферменттерге тән. Сол себепті бұның айырмашылығына осы алтауын айтасыздар. Сонымен ферменттердің әрбір қасиетіне жеке-жеке тоқталып өтсек. Чтобы қасиеттеріне көп мән беру үшін біз реакцияны шартты түрде аламыз. Яғни А заты мен Б затының әрекеттесуінен С заты алынды. Сонымен ферменттердің бірінші қасиетіне тоқталайық. Бірінші қасиетінде не дедік біз? Реакцияның активтену энергиясын төмендетеді дедік. Ол дегеніміз не? Мысалы, осы реакцияның жүруі үшін бізде 100 килоджоуль энергия жұмсайды екенбіз. Яғни фермент қатысында емес кезде, ферментсіз жағдайда. Егер біз осы реакцияны жүргізетін ферментті алып келетін болсақ, онда фермент қатысуымен және қосымша тек қана мысалы 20 килоджоуль энергия жұмсау арқылы біз бұл реакциядағы соңғы өнімді ала аламыз. Яғни біз активтену энергиясын фермент қатысында 100 килоджоульден 20 килоджоульге дейін түсірдік. Бұл бірінші қасиетіне түсініктеме болып табылады. Екінші қасиетіне тоқталайық. Екінші қасиетіне айттық: энергетикалық құндылығы бар реакцияларды ғана жүргізеді. Ол дегеніміз не?
Оны қысқа түрде былай түсіндірсек болады. Реакция нәтижесінде алынған С заты бізде әрдайым ағза үшін пайдалы болады. Яғни ферменттер ешқашанда ағза үшін керексіз реакцияларды жүргізбейді. Фермент қатысында жүретін реакцияның нәтижесінде түзілген заттардың барлығын ағза пайдаланады. Бұл екінші қасиетіне сипаттама. Үшінші қасиеті, реакцияларды ферменттер тек бір бағытта жүргізеді. Яғни бұл реакция белгілі фермент қатысында тек С затының түзілу бағытында қарай жүреді. Яғни ешқашан бұл ферменттің қатысында реакция керісінше С затынан А заты мен Б затының түзілуі бағытында жүрмейді. Бұл үшінші қасиетіне анықтама болды. Енді төртінші қасиетіне келейік. Төртінші қасиетін айттық. Ферменттер ешқашан реакцияға тікелей қатыспайды, өніміне қатыспайды, химиялық құрамын өзгертпейді, тек қана реакцияның жүруін активтейді. Бұл дегеніміз не? Яғни соңғы түзілген С заты өнімі бізді бастапқы реакцияға қатысқан А заты мен Б затынан тұрады. Бұл С затының өнімінің құрамында бізде ферменттің ешқандай да құрам бөлшегі жоқ. Оны мысалы сызбаның нұсқан түрінде де түсіндірсек болады. Мысалы А заты мен Б заты әрекеттесті. Соның қатысында мысалы фермент қатысуында С заты түзілді, а С заты ол А заты мен Б затының қосындысынан тұрады. Яғни бұның құрамында ешқандай да ферменттің бөлшегі жоқ деген сөз. Бұл төртінші қасиетіне сипаттама болған еді. Ферменттердің бесінші қасиеті. Бұл жерде айтып өттік біз, ферменттер табиғаты жағынан белоктық құрылым болғандықтан, белоктарға тән, жалпы 10 қасиет бұл ферменттерге тән болып табылады. Бұл 10 қасиетке біз жеке-жеке тоқталмаймыз, себебі бұған біз белоктар тақырыбында тоқталатын боламыз. Ал қазір тек қана оларды атап өтейік. Бұл 10 қасиет қандай қасиеттер? Олар бірінші құрылымдық, тасымалдау, қорғаныштық, жиырылғыштық, энергетикалық, катализаторлық, реттеуші, тыныс алуға қатысу, электротрансформация және генетикалық ақпараттың берілуіне қатысу. Бұл жалпы 10 қасиет, бұл белоктың 10 қасиеті. Соның ішінде ферменттер бізде белоктық құрылым болғандықтан бұл қасиеттер де ферменттерге тән болып табылады деп айтамыз. Бірақ бұл 10 қасиеттің ішінде именно катализаторлық қасиеті, яғни 6-шы қасиеті бізде ферменттердің ең негізгі қасиеті болып табылады. Осы 10 сипат барлық белоктық құрылымдардың ішінде ферменттерде өте күшті дамыған. Осымен ферменттерге арналған сабағымыздың алғашқы бөлімі өз мәресіне жетті. Ферменттердің қалған 5 қасиеті туралы келесі сабақтарымызда сөз қозғайтын боламыз. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.